Hello everyone, welcome to our English lesson. Today we will learn about can and can't. So let's start. What is can? We use can to talk about ability, so what someone is able to do, and possibility and also permission. Яғни, can дегеніміз қазақша мүмкін, істей алады, жасай алады деген мағынаны білдіреді. Ал can't сәйкесінше жасай алмайды, мүмкін емес, істей алмайды деген мағынада. Яғни can't means cannot. We use can to say that something is not possible or someone can't, doesn't have the ability. For example, I can swim. Мен жүзе аламын. I can't swim. Мен жүзе алмаймын. He can't drive. Ол жүргізе алмайды. Немесе we can dance. Біз билей аламыз. Және тағы да басқа. Енді жасалу формасына тоқталайық. Структурасы әдеттегі сөйлем структурасымен бірдей. Яғни subject plus can, can't және verb. Яғни verbтің base form, яғни начальная форма глагола сақталады. Мысалға бағана келтіргендей I can swim. I subject, can етістігі және swim начальная форма глагола. Келесі, can етістігімен сұраулы сөйлем қалай жасаймыз? Сұраулы сөйлем жасаған кезде бізде can, can't етістіктері subjectің алдына шығады. Мысалға, can you help me? Сен маған көмектесе аласың ба? Немесе can I help you? Мен саған көмектесе аламын ба? Және тағы да басқа. Енді бұл сұрақтарға қысқаша жауап беру үшін yes, I do, немесе yes, I did деп емес, yes, I can, немесе no, I can't деген сияқты жауап береміз. Енді қысқаша көз жүгіртіп өтетін болсақ, we use can and can't to talk about ability, permission and possibility. Сонымен can дегеніміз ол жасай аламын, немесе мүмкінді білдіреді, ал can't мүмкін емес және жасай алмаймын дегенді білдіру үшін қолданамыз.